Сәлем, бүгінгі өтетін тақырыбымыз ауа райы қандай? Сабаққа қатысты мына сөздерді есіңде сақта. Ыстық, суық, желді, жаңбырлы, қарлы, бұлтты. Бірінші тапсырма. Мына сұрақтарға жауап бер. Ауа райы ыстық па, суық па? Дұрыс. Ауа райы ыстық. Екінші сұрақ. Ауа райы қарлы ма, жаңбырлы ма? Дұрыс. Ауа райы жаңбырлы. Ауа райы суық па, ыстық па? Дұрыс айтасың. Ауа райы суық. Келесі тапсырма. Суретке мұқият қара. Ендігі мына сұрақтарға жауап бер. Оралда ауа райы қарлы ма, желді ме? Дұрыс. Оралда ауа райы желді. Келесі. Ақтауда ауа райы бұлтты ма, жаңбырлы ма? Дұрыс. Ақтауда ауа райы жаңбырлы. Алматыда ауа райы бұлтты ма, қарлы ма? Дұрыс айтасың. Алматыда ауа райы бұлтты. Келесі бағытты білдіретін сөздерді де есіңде сақта. Оңтүстік, солтүстік, батыс, шығыс. Ендігі тапсырма. Қазақстанның мына қалалары қай бөлігінде орналасқандығын анықта. Тараз қаласы Қазақстанның қай бөлігінде? Дұрыс. Оңтүстігінде. Атырау қаласы Қазақстанның қай бөлігінде? Дұрыс. Атырау қаласы Қазақстанның батысында. Қостанай қаласы Қазақстанның қай бөлігінде? Дұрыс. Қостанай қаласы Қазақстанның солтүстігінде. Өскемен қаласы Қазақстанның қай бөлігінде? Дұрыс. Өскемен Қазақстанның шығысында. Келесі тапсырма. Диалогты мұқият тыңда. Сәлем Айнұр, сен қай қаладансың? Сәлем Әсел, мен Ақтау қаласынанмын. Ал сен қай қаладансың? Мен Алматы қаласынанмын. Ақтау қаласы Қазақстанның қай бөлігінде? Қазақстанның батыс бөлігінде. Алматы Қазақстанның оңтүстігінде ме, әлде солтүстігінде ме? Алматы Қазақстанның оңтүстік бөлігінде. Ақтауда ауа райы қандай? Ақтауда ауа райы өте ыстық және жиі желді болады. Ал Алматыда бүгін ауа райы қандай? Алматыда бүгін күн бұлтты және жаңбырлы. Ендігі тапсырма. Диалогқа қатысты сұрақтар мен жауаптарды сәйкестендір. Тапсырманы қаншалықты дұрыс орындадың? Өзіңді тексер. Жарайсың. Осымен сабағымыз аяқталды. Кездескенше.